Мұқағали ақын Алла рақымына бөлесін қатын деген сөздің мағынасын қалай түсіндіріп берген екен. Тыңдай отырыңыздар. Бірде Мұқағали қатты қызу көшеде такси ұстап тұрса, қасына бір такси келіп тоқтаған екен. Сонда Мұқағали: шопыр бала, машинаңда орын бар ма отырғанға?" десе, рөлде отырған сол кездегі ең алғашқы таксист әйел екен. "Мен саған бала емеспін" депті. Сонда Мұқағали тағы да: шопыр қыз, онда мені машинаңа отырғыз" депті. Әйел тағы да: "Мен саған қыз емеспін" депті. Мұқағали әйелдің бетіне қарап: шопыр қатын, машинеңде орын бар ма отыратын" депті. Ашуға булыққан әйел: "Немене, келіншек десең тіліңе жара шыға ма, қатын деп қақылдамай" десе, Мұқағали: "Ай қалқам, қатын деген сөздің түп төркінін түсінбеген жан екенсің. Қатын деген қасиетті 5 әріптен құралған. Қ дегенім қадірлім, А дегенім ардақтым, Т дегенім тынысым, Ы дегенім ырысым, Н дегенім намысым" деген екен. Сонда әйел: "Отырыңыз аға, ендігі жерде қатын болып жүрейін" деген екен.